Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Жұма мұбарак болсын. Міне қарап отырсақ, видеода 1,5 жыл бұрынғы басталған жұмыс соны көрсетіліп жатыр. Әрине алдында карантинға дейін басталып еді, фундamenттер құйылып, одан кейін тоқтап қалған. Содан міне қайтып 1,5 жыл бұрын басталды. Содан кейін жұмыс тоқтаған жоқ, қыс жаз деген жоқпыз, Аллаға шүкір. Осы жұмысты істеп жатқан жұмысшыларға да Алла разы болсын. Погодный условия қарамай жұмыс істеп, қыстың суығында, жаздың ыстығында, әйтеуір Аллаға шүкір, осындай сіздер тәрізді бауырларымыздың көмектерімен, демеулерімен осындай мүмкіндіктер Алла тағала беріп қояды екен ғой, мұсылман баласына мүмкіндіктерді, сауапты жаңағындай істеп қалатын. Сол Алла тағала ертең барлығымызға алдымыздан жәннаттан сүйіншілеп, сол жақтағы Алланың бізге беретін сыйы зәулім сарайлар нәсіп етсін. Және де осы дүниеде осы беріп жатқан садақаға мал мүліктерімізге береке беріп, екі дүниенің рахатын беріп, балаларымыздың ішінен ғұлама, ғалымдар, ізгі адамдар шығуын нәсіп етсін. Ешқайсысын адастырмай тура жолда, хақ жолда жүруін нәсіп етсін. Және де осындай мүмкіндікті, жақсылықты басқа да кісілерге айтып, жеткізіп, таратып, осындай бізде ізгі амал жүріп жатыр деп айтып, жеткізіп, бөлісуге нәсіп етсін.